Қазір кетпей, қанша теңге түсті көрейікші кәне. Өзімен жалпы біреудің санаған жақсы көрем, біреудің ақшасын санаған жақсы көрем. Мәссі, мұна енді бұлай істейік. Мұна ақша бітпей, папаға, мамаға бармай тұра тұр. Олар қазір істеп барғаннан кейін мороженое алып берем дейді, сен өтірік алып албаны. Сондықтан бұл ақша бітпей, мама мен папаңа бармай тұрады дейді, мәссі. Мен сенің қасында мұна бейбелеп тұрған, бейбелесе де сыйлығын алып қайтсын деген. Енді қошемет соғып қояйық, иә, қыздарымызға, ұлдарымызға, иә. Өнерлер үстен болсын, осындай өнерлі балаларымыз көп болсын, қазақ айтады, өнерліге өріскен дейді. Сондықтан осындай әнші балаларымыз, биші балаларымыз көп болсын деп, бұл қызымызға қошеметті аямай соғып қояйық жаңағыда. Той құтты болсын деп қояйық. Рахмет. Басқа беретін түгім жоқ еді. Әне ақшам түсіп жатыр. Енді рұқсат болса демалысқа тұрайық, елеумен деп асымызды қайырайық. Басқаларымызды алайық, содан кейін демалысқа тұрайық. Жарты сағат 40 минут. Басқа уақыт жеп тұр ғой. Қадыр ағамыздан аламыз дейді батан. Алла. Елеумен. Құдайым оңдасын, пайғамбарым болмасын. Дастархандарымыз зор болсын, абыройымыз зор болсын. Аспанымыз ашық, жұлдыз жарық болсын. Абыройларымыз зор болсын. Деніміз сау, басымыз аман болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әмин. Ал айтқанымыз келсе басқа уақыт алайық, содан кейін бүгінгі бата берген Қадыр ағамызға шапан иелік. Қошемет соғып қояйық Қадыр ағамызға.
Мына кісінің қасындағы. Ал жарайды, бір пара. Міне мына кісінікі ғой. Апай, сіз отырмаңыз. Міне мына кісінікі. Сіз мына жерге келесіз. Иә. Ал. Так, бір пара, екі пара, үш пара, төрт пара, бес пара, алты пара болса. Қазір әр ұлттың биінен би қоямыз. Жастардан бір пара алып жүрміз де. Сол әр ұлттың биінен билейміз. Кім жақсы билейді, осы отырған халық дауыс беріп, соны анықтайтын боламыз. Жақсылап отырып билейміз. Қазір жастардан бір пара шықсын. Содан кейін қазір биімізді бастаймыз. Әркім өз парасымен билейді. Бәке. Дайынбыз ғой, иә? Әркім өз парасымен билейді. Қазір қонақтар дауыс беріп орын алғанын айтады. Ал кетіп бірінші биіміз Тау халқының биі Лезгинка. Қошеметтен қойып ағайындар. Лезгинка емес, қаражарға келіп өсек қойатамыз де. Келесі би өзбек халықтың биі. Ал жібер. биі ұнап жатыр маған, өзгерсе жақсы билеп жатыр еді. Келесі сыган биі. Ал кетті, юбканы шейін көтереміз, айналып тұрып билейміз, ал жіберейік. Атамыздың биі түгел биі қара жорға ұқсайды екен иә. Келесі биіміз қара жорғаны осы атамыздың құрметіне қойып берейікші. Ал кетті жібер. Қара жорға.
Al soğanғы bir шешуші bir жынды bir болсын. Әркім өзі необычный движение жасап, билейтін болса, сонымен осы ені қазір қорытындылап, апайымыз өз кімнің орын алғанын әндені байқылып. Сондықтан соңғы би, шешуші би. Ал кеттік, маэстро! Al енді қазір апайымызға микрофонды берем. Кімнің нешінші орын алған апайым өзі мына жерде бақылап қазір айтып беретін болады. Мына атамызға да риза болып тұрмын. Осы жасқа келіп, осы жастармен бірге билеп жатқан. Бірінші орын атамыздікі дейді. Қошеметтеп қояйық. Иә. Ата жасыңыз нешеде? 70. Мәссаған, 70-ке келіп осындай билеп жатқан атамызға қошемет соғып қояйық, ағайындар. Ортаға шығып. Барыңызбен, манармен құда келе жатыр, қошеметтен қояйық. Келесі орын осы сіздердікі. Келесі. Жиен бауырмен, мұзға қосып жіберіңіз, иә. Бәке. Келесі. Дәулетбек аға, келіңізші, сізге де орын бар. Para қайда, para? Ой, жиені кемді қой. Рахмет. Болмай келгенде пайғамбарымыз өзі айтып кеткендей, мына уақыт жоқ заманда, уақыт жоқ уақытта, уақыттарыңызды тауып бүгінгі апамыздың қуанышын бөлісіп келгендеріңізге Алланың нұры жаусын ағайын деп бір қошемет соғып қояйықшы ағайындар, иә. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мың алғыс. Әрине адамзатқа берілген ең қымбат сыйлықтың бірі алтын уақыт екен. Сондықтан алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мың алғыс айтқымыз келеді. Алтын уақытымызды баламыздың қасында, алтын уақытымызды анамыздың қасында, алтын уақытымызды әкеміздің қасында, алтын уақытымызды немереміздің қасында өткізуді бір Аллам нәсіп етсін деп, осы бүгінгі екінші дастархан ең басын жақсы бір әнмен бастасақ деп тұрмыз. Әрине Шәмшінің әні апайларымыз бен ағаларымыздың барлығы білет. Сондықтан Балғынбек деген ағамыздың орындауында Бәріміз қосылып айтып отырайық. Ортаға шығып билеуден болды. Қосылайық.
тағы да келіп тұрғандай. Енді келесі сөздің кезегі ауылдастары және де бүгінгі Жолшыбай Қайған ағамыздың жолдасы және де әке шешесі бүгінгі апамызбен құрдас болған және бірге болған деп жатыр. Сондықтан ауылдастары деп жазып қойған екен. Ақыл ағамыз бен Гүлжанат апайымыз бұл кісілер өкініш көре жаңа қайтып кеткен екен. Және де ол кісілердің қасында Ерік ағамыз бен Зина деген апайымыз бар екен. Сол кісілерді билетіп ортаға шақырайықшы. Музыка бізден қошемет сіздерде болсын. Ал кетті. Ерік ағамыз бен Зина апайымыз. Шықпай үйіңнен біреу барма шығатын сені көңілің сезімімді байламай сүйемін деші. Ал енді ағамыздың бір ауыз тілегі әніңіз бар дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшылар ауыл. Жаңа бәрі таныстырып жатыр ғой, мен құдасымын, мен анасымын, мен мынасымын деп. Мен мына Жолшыбай Қан жан жолдасымын. Екеумізді Құдай қосты. Жолшыбай Қан 4-ші класста интернатқа келді. Содан екеуміз қалай бір-бірімізге бауыр басып кеттік 4-ші класстан бастап бірге. Содан Жолшыбай Қан интернатта тұрмай біздің үйге тұрады. Екеуміз бірге өстік, бірге жүрдік. Содан 7-ші класста Сардыректің үлкен мәгезіне бір мотоцикл түсті. Содан сол әкеме жылап отырып сол мотоциклді алғысы бардым. Юпитер. Повороты бар, жаңадан шыққан марка. Содан Жолшыбай Қан екеуміз сонымен жүреміз. Мынау менің бойым соғалды ғой дейді Жолшыбай Қан. Маған жетіп қалды ғой, ол кезде кішкентай болады. Бұл менің артыма жабысы болады. Екеуміз кетеміз. Содан Қараөңірге дейін барамыз екеуміз. Мотоциклмен барамыз, сонда барамыз. Сонда кейін ойлаймын, сонда мотоцикл бір жері бұзылып қалса, жөнді де білмейміз, сонда далада қаламыз ғой, ел далада баяғы. Сонда екеуміз қорықпаймыз. Әлі шешемізбен әкеміздің үйіне барамыз, сонда барып жатамыз. Содан Жолшыбай Қан екеуміз 8 бітірдік. Рамазан бар, үшеуміз қалаға оқуға кеттік. Сонда міне әлі дейін біргеміз, жанымыз бірге. Бәріміз бірге жүрміз, Құдайға тәубе, шүкір. Енді бүгін міне шешеміздің тойы болып жатыр екен. Мынандай міне Жолшыбай Қанның нағашылар келіп отыр екен, мен мұндай білмейді екен көбінде рас. Бәрі жақсылық болсын сіздерге, көп-көп рахмет, алыстан келіп жатқан кісілерге. Бәрі жақсылық болсын. Шешей, жасай беріңіз. Құдайдың берген жасын жасай беріңіз. Мен жаңа қалай болды? Тәбейді көрмегенде. Жаңа бірінші қасына бардым. Бардым да үндемем жоқ, мен танисың ба дедім бірінші. Сен екен емессің мен дедім бара. Вот көрдім, соларға барып құшақтап бетінен сөйтіп. Жақсы, сіздерге қазір бір Жолшыбай Қан Манарбек үшеуміз өлемеке живой өлем. Біз микрофон әр стөлге барып жүріп айтайық, бәріміз қосып өлем айтайық. Жақсы ма? Ал енді столдарды аралап жақсы бір әнімізбен сіздерді бөліскілері келіп отырған бүгінгі зайсанымыздың беделді әншілері, беделді баянистері, сондықтан дауыстары өте керемет, табиғи дауыспен сіздерге қазір аралап керемет әндер тартып өтпекші. Тірі дауыста, шынайы дауыста, ешқандай микрофонсыз шынайы дауыспен айтып бермекші екен, сондықтан қошемет соғып қоюға тұрарлық деп өзіме есептеймін. Сол ағаларымызды ортаға шақырып, бүгінгі әнін тыңдау сияқтаймыз. Ал кеттік.
қосылмайды иә? Тынышталайық. Қосыламыз, бәріміз қосыламыз. Қанекей, ал кетті. Бұрынғы тойды еске аламыз. Байырмен сылдырмақпен өлең айтып жатқан ағаларымызға бір айғайлап қошемет соғып қойыңыз ағайын. Тірі дауыста құрмет көрсетіп жатқан иә. Қандай жақсы, осындай шынайы дауыста айтатын әншілер көп болсын. Қазір мына заманда, осындай заманда әнші көп қазір. Дайы музыканы қосып қояды, микрофонды өшіріп қояды, өлеңін айтпайды, өтірік аузын жыбырлатып, еще соған ұялмай ақшасын алып кетеді. Енді оның қасында жәнегі ағаларымыз тірі дауыста сіздердің алдарыңызда қызмет көрсетіп жатыр. Сондай тірі дауыста ән айтатын ағаларымыз бен балаларымыз көп болсын деп тағы бір қошемет соғып қояйық. Рахмет. Енді келесі кезекте бүгінгі Камария апамыз бен Самарқан әулетінің балаларын ортаға шақырып келіп тұр. Келіндері, қыздары, күйеу балалары, немерелері, шөберелері деп жазып қойған екен. Сондықтан сол кісілерді аға Дәулетбек, Жанар, Мұрат деген кісілерді, бұл кісілер қорқын сөз айтатын кісілер е, соңындағы е. Мұрат ағалар, Жанар апайлар қорқын сөз айтатын е. Онда Самарқан әулетінің балалары, келіндері, қызы, күйеу балалары, немерелері, шөберелері келеді жатыр. Қошеметтеп қояйық. Адам ұрпағымен жасайды дейді. Балалары. Birge tuan baude
бастайсыз ба? Ал, тыңдайық, тыңдайық. Құрметті құда-құдағилар, құрметті ағашы жұрт, апам тәтеміздің ағашы жұрт міне, көп-көп сіздерге көп-көп рахмет. Талай жыл болды көрмедік. Ол енді өздеріңіз жаңа естіп біліп жатсыздар. Анамыз сонау әкемізбен қосылып келген кезде енді көріп осыда ғой, жаңа тарихты айтып жатыр бәрі. Сонау 59 жылы, 60 жыл мен дүниеге келіп тұр осы жақта. Оған дейін негізгі жұрты осы жақ, ертістің бойы, Көпен болыс Иса жәмеге. 32 жылы әкеміз осы жақта қар ертістің бойында туған. Қар ертіс беріп тұр ол кісінің бойын куәлігінде. Ал содан баяғы бұл кездегі заман белесіздер қандай екен. Содан баяғы байларды конфискелеп, байларды қуалап жатқан кезде арнайы тауласып көшіп кеткен ғой Иса би. Содан Дуанхан атамыз сол жақта болған, Мәлика апамыз сол жақта бәрі. Содан 1959 жылы қайтадан баяғы шекара ашылды, бұрынғы қазақтан қайтыңдар деген кезде қайтадан бері өткен ғой әкеміз еді. Сол кісімен бірге міне ағамыз да бірге келген. Содан дүниеде міне 60 жылдан бері міне анамыз осы жақта міне 11 бала тәрбиелеп, түгел аман есен өсіріп, енді арамызда бір үш бауырымыз дүниеден өтіп кетті. Енді ол өмірдің заңы, бірақ артында ұрпақтары бар міне өсіп келе жатқан немере шөбере өсіп отыр. Сол бауырларымыздан менің кейінгі Болатхан деген бауырым болған, ол сол 1961 жылы. Оның міне жақта міне келініміз ауырып, келе алмай қалды, бірақ осы балалары осы өзіміздің қасымызда аман есен шөбере сүйіп отыр тәтем ұлдарына. Соны Мәдетхан деген бауырым ол келініміз осында, балалардың бәрі өскен, екі ұл міне Самғар бар, Байеди Жалын деген ұл бар, бұл екі бәрі семья болған. Жаңғыз қызымыз Шынар ол Алматыда былтыр отау құрған, бірақ сол Алматыда тұрып жатыр, келе алмай қалды шаруалармен. Балалары кішкентай. Одан кейін қымбат деген жарықта 73-ші бауырымыз болатын, енді ол аяқ астынан үйленген, бірақ сол аяқ астынан енді тағылып жазған солай болу керек. Аяқ астынан одан дайылып қалған енді 7 ұл жаңғыз қарындасымыз Павлодарда тұрады, мұғалім, күйеу баламыз, мұғалім. Міне жаңар қарындасымыз, Мұрат келініміз, бауыр, күйеу баламыз. Бұлардың да 2 баласы бой жеткен, екеуі де үлкен оқуларын бітіріп, біреуге қазір бұл немене дәрігер бітіріп, врач. Екіншісі экономист, бұға банкіде жұмыс істейді. Одан кейінгі бауырларым бәрі осында, Алматыда сол Бақытбек, Оразхан тұрады Алматыда. Қуатай деген бауырымда 78 жылы, 77 жылы бізден. Олында балалар Қуатай міне 77 жылға. Оның міне келін. Алматыдікі 3 балалар бір 4 баласымен келді, 3 баласымен. Оразхан міне, Оразхан. Елдар келді, Астанадан келді міне. Немересі. Мынау немерелері. Келін міне, Ақтаудікі Адайдан келін аламыз. Бірақ Адайды мен өзіміздің шығыстың келіні болып кетті қазір. Мынау Қуатайдың міне келініміз, мынау ұлы оқу бітірген, мына мединститут оқиды, үлкен қызы Сымбар бітірді уже биыл. Мынау ең кенжесі Әнуар қайда? Әнуар міне үлкен инженер оқып жатыр, папасының жолын болып жатыр. Қуатай өзі сол Бадасына бітірген Алматыда инженер. Одан кейін Егош Қарашаңырақ өзіміздің ортамызда тәтімді бағып отырған келініміз міне Астанада Түркістаннан келіп отыр, құдамыз келіп отыр Түркістаннан. Рахмет осындай біздің қуанышымыз бөлісіп міне құдамыз тұр ортада, көп рахмет. Міне қазір Қарашаңырақта отырғанымда Ерболат 79 жылғы бауырымыз. Оның 3 баласы бар, міне келініміз Сандуғаш, Сана дейміз, келініміз. Көп рахмет, бұларға да осы тәтемді қарап отырған осыдан. Айдан 3 баласы қызы бар. Мен өзімнің 2 балам бар, қызым Семейде келе алмай қалды, жұмысқа жаңадан шыққан. Содан кейін ұлым Аян осында міне
Алматыда тұрады, бұл енді келініміз келе алмай қалды, шаруалармен жұмыспен шыға алмай қалды. Дәулетбек бауырым міне. Екі ұлы бар, Дәулетбек бауырым. Және үлкен апалар, құдағилар және келіп отыр әне. Ерлан құдағи, екі ұлда үйленген, біреуі военный врач, біреуі мұғалім, осында жақсы. Тарбағадайдан аламыз, жоқ, әне, құдағилар келіп отыр әне. Үлкен апа келді, рахмет сіздерге. Сонау 80-ге келген құдағимыз келді жаңа. Заңғар бауыр, және ғадетқан бауырым. Жалын деген ол военный, ол Алматыда, енді ол Заңғар деген врач бітірген. Келді де врач. Екеуі де келді, көп рахмет, сонау келмеді. Үйде жаңа кішкентай балалары бар, сол үйге кетіп келді. Жаңа Мәдхан бауырдың балалары. Врач хирург екеуі де. Енді. Әлия ол біледі өзіміздің. Әлия жолдасы, біздің екі баламыз бар. Бақытбек бауырым міне. Осы ненің бәрін ұйытқы болып жүретін осы бауырым. Спонсор. Осы бастап түгілі бәсін еме алып өзі. Бұл енді өзінің жеке фирмасы бар Алматыда, строительный компаниясы. Сонда өзі главный, бұлды да соның басында, ол қазылына тапсырып қойған бәрі. Өзі дем алып жүр екіні. Бұл кішкентай ұлы, сол өзі жаңа жұмыстың орнында, осының орнында сол қалды ұлы. Инженер ғой, сол басқарып жатыр жұмысты. Одан кейін қызы оқу бітірген, онда келем демет, осы жұмысқа шақырып қайтадан шығып кетті. Одан кейін екінші сәуірінде биыл бітірді. Келесі жылы бітіреді, үш баласы. Немерелері бар бұлардың да. Келді өзіміздің осы Марқакөлдікі, Найман өзіміздің неменен аржағын екісінің аржағындағы Семер деген өзіміздің негізгі осы туған жер сол жақ екен біздің. Келіміз өзіміз сартеректікі, міне құдашалар келіп отыр, құдағи келіп отыр міне. Мұратпен айттым, екеуі қызы, ана волейболдан, Борысқанның қызы волейболда алтай волейбол несі бар ғой, соның главный тренері. Кеше келіп кетті, аяқ астынан әңгеге кетті, ұшып кетті қайтады. Дұрыс жерге ұшып кетті үйге. Жаңа енді Елдо деген баласы неде тұрады, Астанада тұрады, үлкен бизнесмен ода. Олар енді жаңа айтты. Мәдетхан бауырымның келінімді Гүлдар, кішіктер әулеті, үлкен әулет, содан алғанбыз. Әлия енді қайрағалар отыр әне. Ең үлкен осы, өзіміз енді. Құда-құдағи нағашылар, сіздерге міне атан айтып, оны алыстан келді, сіздер көп рахмет. Осы анамызды сыйлап, енді көп жыл көрмедік қой сіздерді. Сондықтан енді көп сіздерге басымызды иеміз. Бұрындар білмедік, мен кеше айтып тұрмай, Дәулетбек бауырым. Бұрын жас кезімізден ағаш екенін білмейтінбіз деп. Содан бейімнің кәдіміне білдік қой өздеріміз. Көп рахмет сіздерге. Басымызды иіп, әр уақытта жақсылықта, амандықта келдіңіз. Құда жеңдерді бүгін аман болайық. Мына жақта ауылдастар және айтып тұрмыз ғой, біздерде Шатадан тараған. Көпенден, және Көпен болыстан 5 адам екен. Міне жерден және бауырымыз отыр жерге. Көпен болыстан тараған жігіттер көп жыл болды білмегенбіз. Сөйтсек олардың аталғанда және көп жылда енді армия жүздерді шақырып көрген олған ғой. Көп рахмет бауырым саған да. Көпен болыстың өзіміз тарағандырға. Одан мен және міне жақта отырмын. Жаңа айттық, Ғұмарбектер, соның мені Ахметтер бәрі бірге туысқан үлкен аталас біздің туылған туыстарымыз. Сендерге де көп рахмет, алыстан келіп, жақыннан келіп осындай анамыздың құрметіне келіп жатқандарыңыз. Міне жерде Мұратбек ағамыз отыр, жаңа айтып кетті түгел тарихта. Бірге өскен ағамыз. Бәрілеріне көп рахмет, әр уақытта қуанышта, жақсылықта, той деген кездегі. Тойға болсын, анамыз аман болсын, бәрімізде жақсылықта болайық. Келді, ағай туысқандар, нағашылар, 85 жасында мерейтойына келгендеріңізге көп рахмет. Сіздерге дендеріңізге саулық тілеймін, семьяда бақыт, шаңырақтарыңыз биік, босағаларыңыз берік болсын. Қатар тыныштықта тек қана амандық. Анам айтар, ешқашан қартаймаңыз, күлімдеген
үйге келгенде күлімдеп маңдайдан иіскегеніңіз бізге бір өмір жасап қаламыз деп 50 жас жасап кетеміз. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Ол турасын айтқанда, ол анасы бар адамдар үйіңе келгенде анаң күлімдеп сені маңдайынан сүйіп қарсы алса, адам стресс түсіп, жұмыс, ақша бәрін ұмытып кетеді. Мама деп жылап жіберсін. Құдай сол анамызды жүзден асырсын, тілегіміз. Немере шөберелер чөпшектерін сүйсін, аман есен ортамызда ойнап жүре берсін. Сіздерге де көп рахмет, нағашылар. Талдықорған облысынан ұзақтан келген мына Көкбөктеден келген ұзақтан, Алматыдан келген нағашы. Бәріне көп ана құдама, өркен құдама көп бүкіл Түркістаннан келіп отыр. Жасасын Түркістан. Аман есен болайық. Жоқшай ханның бала кезінде өскен достары Ерік ағамыз Жаков Тайлақ елі Жамылдан өзіміздің жерлес. Ақыл ағамыз енді төрі ұру. Саняс. Сол класстас бәрі интернетте бірге оққан. Жолшаға оқымаған. Ертінің үйін сонда тұр. Досы. Сол бәрі аман болсын. Олай ғой. Балалық шағында ойласаң, кеше ғана сияқты. 60 жас дегеніміз 60-та келіп отырмыз, 60 жастан кеше ғана сияқты. Бүйтіп барып. Сонда бұл өмірде қамшының сабындай ғана өмір деген сөз содан туындайды екенде, артыңа қарсы кеше ғана. Қазір енді алғары өмір сүру керек, өмір сүре білейік. Жастарымыз иманды болсын, жүректерде иманы үйірілсін, отанымыз тыныш болсын. Тек қана амандықта ғана кездессек, тек қана тойларда ғана жүздесек. Құрметті құда-құдағилар, құрметті ағайын туыстар, біріншіден армысыздар. Мен қазақпын, Найман деген ел болам. Марқа көлді мекен еткен Тоғыз деген ру болам. Көпен болыс Исаридің ұрпағы, Самарқан әулеті біз боламыз. Ағайын туыстар. Сауыр сайқан, жағасы жайсаң, жеріне жен ағаларымыздың жұлдыз тойханасының төріне қош келдіңіздер, және де көп рахметімізді айтамыз. Енді мама, еш уақытта қартайма, біз барда сіз бәйтерегіңізді кеңге тарата беріңіз. Біздің әулетіміздің жүрегісіз, біздің әулетіміздің киесіз, киеңізді еш уақытта ұмытпаймыз. Сіздің аналық махаббатыңызды әрқашанда біз енді жасыратын жоқ енді. Ол ап ішінде бірақ үйде енді оғылымыз, оның бәрін нағыштап айта беруге болмайды енді. Міне жерде біз бала күнде нағашылық көрмей өстік. Нағашы жұртқа мыңда бір рахмет. Елдерден не еститіміз, нағашы деген не деп? Баланы да білмейсің ғой. Нағашы деген не? Ол не болады? Ол шешей туыс сенің нағашың жоқ па деп. Сонда ойлайтынбыз, нағашы деген осылай екен ғой деп. Кейіннен осы шешеміз қалай Қытайдан келді, оралдағы туыстар, қандастар. Бәрі шақырып отыр, бәрі бүкіл керек. Туыс бөкен туыс, қазір керек өсіп, ойын нағашықты көргенде бұл осы. Бір марқайып бара, мен мұнда жол алғы сіздерге осы келіп, дастарханымызға баяғы сіздерге жасын берсін. Құдай Алла тағала бақыттың базарында, Алланың назарында болайық әрқашанда. Басымызға бірақ болған Алла қалам,
бақытты бағалаған ол да ғажап. Аспан астын үстін тойып жүрген ассалам алейкум жанатталар мен ағайын туысқандар, шапалақ қайда. Жүргізбей қисық жолымен қатемеден, өсіріп тәрбиелеп мәпелеген, мен үшін бәрінен де биік тұрар, үш ағам, әке мен ана деген. Құрметті анамыз, міне бүгін Алланың қалауымен десек, Алла сізге бір жақсы жас беріп жатыр. 85 жасқа келген де бар, келмеген де бар. Мынау қарап отырсам, сіздің нағашы жағынан келіп отырған ағайын туыстарға қарап отырсам, көптен көп рахмет, басын киген. Рахмет сіздерге. Әке асқақтау, анам өтір білақ дейді, бала деген жағада құрақ дейді. Сондықтан да бұл дүниеден өткен адам қайта айналып келмес болар. Жақсы болып кеткен адам тірілмедендес болар. Біздің осы әулеттің әкесі біздің сәнімен, мәнімен, үлкен жүректі кісілігімен жақсы адам болып өтті. Самарқан Ақсақалымды айтып отырмын. Сондықтан да айтарым, жатқан жері жарық, бірақ қорқа болсын ағайын туысқандар. Мен ол кісіні көре алмадым, бірақ жаңа қатты сөздер айтқаннан кейін мен ойлаймын, бізді дүниеге әкелген кім? Әке мен шеше деп. Сондықтан да мен ойлаймын, жатқан жері жарық, бірақ қорқа болсын ағайын туысқандар. Кешіресіздер. Ал енді анамыздың жаңа өмірбаянын айтып жатсыздар. Жақсы бір тілектер айтып жатсыздар, бәрі қабыл болсын. Бірақ мен өзім шын айтсам, осы анама ризамын. Неге? Соны жеткізгім келеді. Мынау 11 бала жалғыз қыз, Найманның қызы, сонау Павлодар қаласынан келген, алдарға тұрған ұрымды айтпай қойын, бірақ өзімнің жақсы бір ұрымды айтқым келмейді, өздерің жақсы Павлодардың бәрі кім дейді? Арғын дейді. Сол арғыннан қорықпай, осы жалғыз тұрған алдыларында мен Мұрат деген күйеу бала. Рахмет. Ал енді мен ризашылығымды айтайын, кешіресіздер, көп сөйлеген шығар, бірақ мен ойлаймын, осы анамызға ризамыз. 90 жылдары заман қиыншылық болды, өздеріңіз жақсы біледі, жетіспеген заман, өздеріңіз жақсы біледі шығар. Сол заманда менің анам шын айтсам, көптен көп рахмет. Сонау екі камазбен жалдап, дүниесін, малын салып берген анамызға көптен көп рахмет айтамын. Осы кісінің арқасы. Ал енді анамызға айтарым, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, көлдей өмір, ұзақ өмір тілеймін. Енді қазақтың жақсы бір сөзі бар екен, анамызға тілегім келеді. 100-ге жасыңыз келгенше, жаныңыз төмен түскенше, болмай өтсін арманымыз. Баталқыл арымас, көп баталғаны, бәрі кем сартылмас. Құтты болсын, 85 жас, мерейтойымыз. Шапалақ қайда. Ал енді құрметті ағайын туысқандар, міне жаңа әулетті айтып жатсыздар. Шын айтсам, мен өзім таңғалып отырмын. Күйеу бала болсам да, мынау Самарқанның ұрпақтары, Дуан халқының ұрпақтарын естігенде мен таңғалып отырмын. Алла тағала осы балаларға ұзақ өмір берсін балаларына. Бүгін енді балалары анасын сыйлап, 85 жасын тойын жасап, біреу жасайды, біреу жасалмайтын шығар. Қатты айтсам, кешіресіздер, осы балаларға бір қол шапалақтап жесек дұрыс болар. Рахмет осы. Ал енді келген құдамыз бар екен, сонау Түркістаннан. Тұрыңызшы, сізді бір көріп қалайық, халық көрсін. Рахмет сізге. Айт келін ау, айт келін дейді. Сауысқаннан сәт келін, кейбір кесір келіннің мінезінен қашсы келін дейді. Сондықтан да көптен көп сізге рахмет. Осы анамызды күтіп отырған Сана деген кепті. Сана деген сандуғаш қой енді, бір шақай. Ал енді жақсылық той-тойға ұлассын. Енді сіздерге айтатын бір қазақтың жақсы сөзі бар екен. Бала дейді артта қалған іс дейді. Бақыт деген ұзатылған қыз дейді. Байлық деп қолға ұстаған мұз дейді. Дүниенің қызын көретін ағайын туыс сіздермен. Біз дейді арты тек қана той болсын дейді. Тек Алла тағала тойға тиісті жасын. Рахмет сіздерге. Ал енді жиылған қауым, барлықтарыңызға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Біздің әулетіміз сіздерге алғысын айтады. Енді нағашы жұртымыз, өз жұртымыз, барлығы құдаларымыз, құдағиларымыз, алыстан жақыннан келген туған туысқандар осы жерде барлығы бөтен отырған жоқ. Бір сіздердің бастарыңызды қосып, бір көңілдеріңізді көтерейік. Анамызды 85-ке келген
туылған күнін құрмет тойын жасап берейік деген ниетпен осында жиналып, бүгін Жұлдыз мейрамханасында үлкен іс-шара өткізіп жатырмыз. Сондықтан барлықтарыңызға біздің анамыздың жолын берсін, қиыншылығын бермесін, тек қана сіздерге жақсы қасиетін берсін. Бағанадан бері өмір тарихының барлығы айтылып жатыр. Мен енді 10 ұлдың ішінде бір қызбын. Менің анам айтады ғой, мен әкемді дейді, жылатып кеттім деген сөз айтады. Бірақ та дейді, негізі қыз бала дейді, ананың өмірі қайталайды деген рас екен. 1000 километр жерге алысқа кеттім, бірақ та мен әрқашанда анамның қасында жүремін. Осындай жеңгелер бар, мен бақыттымын, анамды күтіп отырған келінге рахмет деймін. Сандуғашым санама, Ербол бауырыма, тек қана жақсылықта кездесетін болайық. Ал енді анашым, өміріңіз ары қарай жалғаса берсін. Алла тағала жылаудан сақтасын. Енді барлық өмірдің қызығын көре беріңіз, шөберелі, неменелі, шөпшек көріп, ортамызда жап-жас боп, әдемі боп жүре беріңіз. Атыңызға сай, сіз сияқты ана ешкімде жоқ. Себебі білесіздер, анам айтады ғой, өзім сонау жақтан алыстан келдім, жыл сайын бала өмірге келген сайын қуандым, ұрпағым өссін, өлсін деген. Сондықтан 10 ұлды дүниеге әкеп, ортасында 8-ші мені қызғып дүниеге келген екен. Ризамын. Барлықтарыңызға рахмет. Көрмегендер, білмегендер болатын болса, менің атым Жанаргүл, міне жолдасым Мұрат, 2 қыз баламыз бар. Екеуі де тұрмыста оқуын оқып, екеуі де тұрмыстарын құрып, өмірлерін сүріп жатыр. Барлық жақсылықта, амандықта кездесейік. Павлодар жаққа келсеңіздер, әрқашанда есігім ашық. Телефонымды осы үйден аласыздар. Әйтпесе жазып алыңыздар: 8 771 189 96 71. Ал енді барлықтарыңызға рахмет айтамын. Енді біздің отбасымыздың, осы әулеттің атынан анамызға бір жылқы атаймыз. Ошын қолындегі ие қойын, сөзіншілеген. Қалай әкеліп өзі білем, ие оламан болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет. Енді қуаныштың көз жасы деп білейік. Әрине, әр шаңырақта той болсын. Енді осы кісілерді кейін немерелеріне де сөз берсек па деп тұрмыз. Сондықтан немерелеріне де бір ауыз тілектің кезегін берсек. Ал апа, 85 жасқа келу мерейтойыңыз құтты болсын, туған күніңіз құтты болсын. Ортамызда әулетіміздің ұйытқысы болып, мейірім шашқан нұрлы жүзіңізді мұң шалмасын. Көңіліңізге ешқашан кірбің түспесе екен. Немерелеріңіздің қызығына батып, шөберелеріңіздің қолынан су ішіп, шөпшек көруді Алла нәсіп етсін сізге апа. Аман есен жүріңіз. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Бүгінгі осы апамыздың құрмет тойына жиналып отырған қуанышымызды бөлісіп отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді айтады ғой, апамыздың енді апаның қолында өстік. Марат екеуміз апаның жыл алақанында сол үйде өсіп өніп, өзіміз бір шаңырақ болып осы апамыздың арқасында. Аллаға, апамызға мыңда бір рахмет, Аллаға шүкір дейміз. Апамыздың осындай жасқа келіп, қуаныш тойына келіп отырғанымызға әлі де 100 жасасын, Алла бұйырса. Иә, не дейді енді, жұмақ ананың табанының астында дейді, сондықтан да не істесем де ол ананың
жаңа қарызын өтей алмайсың, сондықтан да барлық мадақ, барлық осындай құрмет осы апамызға арналады. Апамыз әлі де мың жасасын, денсаулығыңыз мықты болсын. Немере шөберелердің қызығын көріп, күліп ойнап, қасымызда жүре беріңіз. Апамыз деп келіп, өзіңізге бір марқайып келіп жүре берейік. Алла жазып, барлығыңызға осындай қуаныштар бола берсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға. Барлық жақсы тілектер айтып жатыр, барлық тілектерге қосыламын. Өзі әжеме айтатын өте көп рахмет. Осындай бәріміз жиналып, осындай алыстан келіп отырмыз. Әжемізге денсаулығы мықты болсын, жасқа жете берсін. Біз қасында күліп ойнап жүре берейік. Бәрімізге амандық, әжеміздің жасын берсін бәріне. Рахмет. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі апамның құрметті тойы құтты болсын. Бізде жаңа ағам айтып өткендей, апамның қолында өскен, кішкентайдан апамның кейінгі жылдары бізді асырап бақты, қолында өстік, әкеміз барлығымыз. Сонда кішкентай кезден көп апам ертеңге дейін сырттың жұмысына, балаларға араласатын, өзі кірісіп, өзі ақтап, сонда қасында жүрген апам қасынан шықпайды, апам, бейт, сет деп. Сонда мен бұлқан-талқан болдым, ойнышы апа. Сол кездегі енді балалық қой кішкентай. Сол кездегі айтқан сөздерім үшін апамнан кешірім сұраймын. Сондықтан бүгін құрметті той деп отырмыз. Бүгін бір күндік той емес, құрмет. Әрқашанда құрметтейміз. Осындай қой дейтін апамыз, әжеміз аман болсын, жүз жасасын, денсаулығы мықты болсын. Біз қашанда қай жерде мақтанышпен айтып жүреміз. Осы апам осындай, апам қасқыр соққан, әкелеріміз, ағаларымыз осындай оң ағайынды әулетімізді мақтанып, әрқашан мақтанышпен айтып жүреміз. Осы алдындағы аға буын, апам біріншіден сіздердің арқаларыңыз, аман сау болыңыздар, әрқашанда денсаулығыңыз мықты болсын. Біз сіздерді әрқашан құрметтейміз. Ассалаумағалейкум. Тағы да барлықтарыңызға сәлем. Біріншіден енді апамызды жаңағы 85 жасымен шын жүректен құттықтай отырып, Аллаға шүкір, апамыз бақытты ғой. Сол жаңағы Самарқан әулетіндегі арамызда бізді тастап кеткен жаңағы о дүниелік болған құрамындағы кісілерге бұйырмаған бақ болса, барлығының бұйырмағаны апамызға бұйырсын. Енді сол екі ауыз сөз ғой, бақытты ғұмыр тілейміз. Одан кейін жаңа Марат айтпақшы, қой деп арамызда жүре берсін. Сол құрметті ағайын туыстар. Рахмет. Кешіріңіздер, мен жаңа бір кішкентай мағынасын жеткізе алмай қалдым, кешірім сұраймын. Енді жаңа анамыз туралы әжептәуір жақсы сөздер айтып жатсыздар ғой. Мен мынаған сөз айтқым келіп отқаны, мынау анамыз осы өмірде бақытты адам. Неге? Мынау сонау Зайсан шығыстың елін ұстаған батыр Оспан Батырдың немересі, Оспан Батыр ағасы екен, ағайын туысқандар. Сондықтан да мен ойлаймын, бақыт осы жаққа. Жақын жүріп жақынды ұмытпаңдар. Туысқандар, жылдар жалғады сықпаңдар. Adem Cemil, түгел бәріміз айтамыз. Say
алайық. Балалары, қайдасыздар, немерелері, барлықтарын шақырайық. Құрметті қалай, құрметті туған туыстар, құда жекжат, ағаштар, келген қадағындарыңызға көп рахмет. Біздің баламызды сыйлап, біздің әулетімізді сыйлап, көп рахмет айтамыз. Әулетіміздің атынан, анамыздың атынан көп рахмет. Сіздерге де осындай той болсын, анамыздың жасын берсін, әр уақытта қуанышта, жақсылықта кезігейік. Бәрекелді, қошемет салып қояйық. Гүлнар апай, келіңіз. Сіздің бір ауыз сөзіңіз, келіңіз. Айтпайсыз ба? Рахмет, олай болса қадірменді қонақтар, иә, сіздермен қоштаспаймыз, сау болыңыздар, фотоға түсіп алыңыздар. Иә, апамызды ортамызға алып. Енді Алла бұйырса, апамыздың 95 жасында кездесуді бір Аллам нәсіп етсін деп, бір қошемет салып қояйықшы ағайындар, иә. 95 жаста кездесейік. Аманшылық болсын, тек қана той болсын. Рахмет сіздерге. Нұрали, қайтамыз ғой. Қайтамыз аға. Неге? Үйге барып бір кәсе чай ішіп